Барлықтарыңызға қайырлы жақсы күн болсын. Мен бүгін жылыжайда жұмыс істеп жатырмын. Сондықтан осы бір жасап жатқан жұмысымды видеоға түсіріп алайын деп, және де сол жұмысымнан қандай нәтиже шығады екенін келешекте бақылау үшін осы видеоны жасап отырмын. Және де бір видео дайындап каналыма салып қояйын деп. Мынау салат жапырақтары осыдан бір айдан аса уақыт бұрын еккен. Осындай қазір мына өте әдемі, жақсы болып өсіп жатыр. Енді біраз күнде салатқа қоса берсе де болады. Бірағында қазір әлі нәзік, көрдіңіздер ме? Негізі тағы да жақсылап өскенін күтуге болады. Енді жапырақтар ептеп өскенде салатқа қоса беруге болады деген бір түпті жұлып алмайсың ғой. Бір үлкендеу жапырақтарынан ептеп ала берсе болады деген нәрсе. Мына осы салат жапырақтары өсіп тұр. Өткенде айтқан болатынмын. Тығыз жерлерін, мынандай қою өскен жерлерін мүмкін кейін алып бөлек егетін шығармын деп айтқан болатынмын. Сол жұмысты бүгін жасап отырмын. Бүгін таңертеңнен күн бұлыңғыр болып тұр. Міне осындай қатты ыстық емес. Өйткені енді өзімнің білетініммен бөлісіп кетейін. Жаңадан бау-бақша салып жұмыс істеп жатқан адамдарға ептеген бір мәлімет болады. Осындай бұлыңғыр күндері, жаңбыр күндері осындай жұмыстар жасайды. Өйткені қазір күн қатты шақырайып шығып тұрғанда жасаған болсам, бұлар бірден өліп қалады. Күннің көзі шақырайып тұрған кезде ондай басқа жерге отырғызу деген сияқты суару жұмыстарын жасауға болмайды. Сол бүгін күн бұлыңғыр болған соң таңертең бірден бастап жасап жатырмыз жұмыстарды. Мына жерге салат жапырақтарын алып ектім. Енді бір жерден алып бір жерге отырғызғаннан кейін әрине ептеп әлсірейді. Мынау әлі суарылмаған дегенмен де, сондықтан ептеп былайынан бір жағына сүйеніп әлсіз болып жатыр. Енді мен бұлай бірінші рет жасап отырмын. Бірағында негізі бұндай жасаған адамдар бар. Мен видеодан, жаңағы ютубтан көріп алғанымды өзімнің шама-шарқымша жасап көріп жатырмын. Ара қашықтықтарын көрдіңіздер ме? Өте жақсы ара қашықтықтары. Енді менің ойымша жақсы, мен жақсы деп ойлаймын. Енді осылай бөлек отырғыздым. Қазір міне сол телефонымды алып келдім, түсіріп алайын деп. Мына жер қалды, сол жерге ептеп отырғызып тастаймын. Сонда осы бір грядкамыз дайын болады. Енді бір қызығы, міне бұл жерге мен осы салат жапырақтарын арасынан алған жоқпын. Мына жерге дейін ғана үйісіп өсіп тұрды. Соны алдым да сол грядкаға отырғыздым. Міне соның арасында біреу, екеу, үшеу, төртеу осындай ғана ара қашықтықта міне сол жерге төртеу ғана егіп кеттім. Қою болып тұрмасын деп. Дегенмен де енді барлық жер үйісіп қою болып өсіп тұрған жоқ. Міне ара қашықтары жақсы жерлерде бар осындай. Мыналарда ештеңе етпейді, жақсы. Мына жер қатты қою болып өсіп тұр. Сол жерден де алса болады. Мына жерде қою болып өсіп тұр. Осы жерден де алса болады. Қазір енді осы жерден алам деп жоспарлап отырмын. Алғаннан кейін сол жерді ашық қалдырмайым. Осылайынан арасына отырғызып кетем. Енді өзіме де қызық болып тұр. Келешекте осы жаңағы салат жапырақтарым қалай өсетіні, осы бір жерден бір жерге алып отырғызғанды көтере ала ма, қалай болатындығы. Сондықтан келешекте қалай өсетінін көргілеріңіз келсе, менің каналымнан алыстамаңыздар. Менің каналымды лайк басып, қолдап отырыңыздар, подписаться тетігін басып, жазылып қоюларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Менен жаңа видео күтіңіздер.